Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен бірге болатын Нұр-Сұлтан қаласының жоғары политехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Саттарова Гаухар Қуанқызы. Бүгін мен сіздерге дәл қазіргі таңда оқытушылар үшін тест құруға ең оңтайлы қажетті платформа болып отырған QSIS тест аспабын таныстырғым келіп отыр. Бұл аспапта сіздер дәл қазіргі уақытта оқу мен оқыту үрдісін сүйемелдеуге пайдалануларыңызға болады. Сан түрлі ойындар мен сауалнамаларды өткізуге, жарыстарды ұйымдастыруға, тест жүргізуге, үй жұмысын тексеруге, әр білім алушының оқу нәтижесін біліп отыруға және де білім алушылармен кері байланыс жасап отыруыңызға болатын QSIS тест аспабын алдарыңызда ұсынып отырмын. Сонымен, егер де осы уақытқа дейін QSIS тест платформасымен жұмыс жасап көрмесеңіздер, сол QSIS-ті жазу арқылы QSIS тесттің сайтына бірінші бетіне тап боласыздар. Сосын міндетті түрде оң жағындағы тіркелуге кірулеріңіз керек. Егер де бұрыннан аккаунттарыңыз бар болса, сол аккаунт арқылы да QSIS-ке кіруге болады. Одан кейін тіркелгеннен кейін сіздерге міне мынандай парақшаның бірінші беті ашылады. Бұл жерде сізге қажетті нәрсе не? Әрине, ең бірінші тест құру. Жалпы QSIS беттің парақшасын бірінші бетімен таныстыратын болсақ, бұл жерде көрдіңіздер оны зерттеу, яғни бұл жерде өзіңізге дәл қазіргі уақытта әртүрлі тақырыптарды мына жерде міне пәндерді іздеп табуларыңызға болады. Өйткені бұл бірінші бетінде, зерттеу бетінде сіздерге пәніңізге қажетті дайын тесттерді осы жерден іздеп таба аласыздар. Ал егер де өзіңіз құрғыңыз келсе, онда моя библиотека, яғни менің кітапханам деген бетке шығуларыңызға болады. Сол кезде создайте, яғни құрыңыз деген батырманы басу арқылы көріңіздер ғой, викторина, яғни болмаса сабақ деп аталады. Осы екеуісін біреусін таңдауларыңызға болады. Мысалға, мен міне сабағыма қажетті батырманы бастым. Сонда сізге былай дейді, бұл сабағыңыздың атын жазыңыз дейді. Мен жазайын, қазақ тілі. Тілді ауыстырып алып, мысалға, қазақ тілі. Одан кейін екінші керекті тақырыпты таңдаңыз. Енді мына жерде бөлеге ары қарайға басып, қазақ тілі мына жерде жоқ. Сондықтан да басқа другой дегенді басып, сосын ары қарайды бассаңыздар, міне сіздерге қажетті жұмыс бетін ашып береді. Бірінші бетті тақырыпқа сай қазақ тілінің мысалға керекті тақырыбыңызды осы жерге ары қарай жазсаңыздар да болады. Бетін өзгертіп, мына жерде міне әртүрлі бейнелерді қоюыңызға болады. Мысалға, ставьте изображение дейді. Оны өзіңіздегі керекті папкаңызден әкеліңіз дейтін. Мысалға, мен басу арқылы өзіме қажетті, міне мысалға бір суретті таңдайын. Мысалы ретінде ғана көрсеткім келіп отыр сіздерге. Мысалы, мынау суретті ала салайық. Сақтау, міндетті түрде сақтауды басасыздар. Көрдіңіздер ғой, керекті, сабағыңызға керекті бейнені осылай әкеліп қоя аласыз. Сосын ары қарай жаңадан тағы да жаңағы слайд жасау керек болады. Ол слайдты сіздер мына жерде дубликасын басу арқылы, я болмаса добавить новый слайд дейді. Соңына қарай, сол жағына қарасаңыздар, жаңадан слайд қосу дейді. Міне, соған қоссаңыздар, сосын сізге керекті жаңағы сізге қажетті сұрақтар жазылатын бет ашылады. Мен мысалға міне множественный выбор таңдадым. Яғни мына жерге өз сұрағыңызды басыңыз дейді.
қажетті сұрағыңызды осы жерде міне осылайша басуларыңызға болады. Сосын әр жерге, мына жерге енді жауаптарыңызды бересіз. Мысалға жазып шықтық деген, мына жерге өздеріңіздің жауаптарыңызды дұрыс жауаптарыңызды жаздыңыз. Сосын осының ішінде бір дұрысын таңдауыңыз керек болады. Ол сіздің өз еркіңізде. Мысалға мен ана міне сол жақ оң жағындағы мынау жанып тұрған мынандай тырнақшаны бассаңыздар дұрыс жауап шықты дейді. Егер де вариант нұсқасын көбейткіңіз келсе, мына жерде тұрған қосу батырмасын басу арқылы тағы да жаңағы варианттарды қоссаңыз 5 вариант қойыңыз келген. Я болмаса егер де алып тастағыңыз келсе, онда міне удалить вариант нұсқаны алып тастау. Алып тастады, сонда қайтадан 4 вариант шықты. Енді бірінші сұрағыңыз бітті. Екінші сұрақ қайтадан тағы да оң жағын батырмасында добавить новый слайд деген, яғни жаңа слайд қосу. Басамыз. Тағы да өзімізге қажетті, керекті множественный выборды алдық. Мына жерге тағы да сұрағымызды бастап, жауаптар кетті, мысалға. Сосын дұрыс нұсқасын таңдадыңыз. Міне, солай. Ары қарай. Сосын тағы да сұрағыңыз бірнеше 7 сұрақ, 10 сұрақ, одан да көп сұрақтардың бәрін жасай берсеңіз болады. Сосын добавить новый слайдты басу арқылы, яғни жаңа слайд қосу арқылы міне өзіңізге сұрақтарды көбейтіп, жауаптарын жазып, міне дұрыс жауабыңызды белгілеп, сосын сақтау қою деген, сохранить дегенге басуға болады. Сондай-ақ айтпақшы, бұл жерде уақытын белгілеуіңізге болады. Міне 5 секундтан басталып 15 минутқа шейін уақыт бар. Мен мысалға міне 30 секундты алдым. Тестімді құрдым. Сақтау дегенге бастым. Енді атау беріңіз дейді. Мысалға сөз жасам. Тілді таңдаңыз дейді. Тілді іздейсіздер мына жерде. Көріп отырсыздар ғой, қазақ тілі бұл жерде бізде бар. Дәл осы жерде қазақ тілі бар. Міне іздей отырып қажетті тілді таңдап аласыз. Міне қазақ тілін таптық, қойдық. Сосын бағаларды таңдаңыз дейді. Мен мысалға колледж болғаннан профессиональный образованиені басып отырмын. Сосын тағы да сыныптарды таңдауыңызға болады. 10-шы сынып болды. Сосын кімге көрінуге болады деген. Барлығына, я болмаса тек қана өзіңізге. Мысалға, міне, болды. Сохранить. Сақтап қойдыңыз. Сонымен сіз құрған тест сіздің жаңағы аккаунтыңыздың бетінде пайда болды. Бұл тестіңізді сіз сондай-ақ қай жерден тауып аласыз содан кейін. Менің кітапханам деген жерге қазір сақтап қойдыңыз. Көрдіңіздер ғой, менің қазақ тілі жаңа ғана құрған күйіз тестіміз. Мына жерде қазақ тілі деген тақырыппен шықты. Мынау алдарыңызда тұрған менің кітапханамдағы құрылған тест жинақтарым мынау. Сондай-ақ бұны коллекция ретінде де әрқайсысына тақырып қойып, мысалға мен осылай бөліп қойсаңыз да болады. Сонда ең керектісі мысалға қазақ тілі ма? Тек қана қазақ тіліне байланысты. Бұл жерде сіздің тесттеріңіз тұрады. 2020 жылғы құрылған тесттеріңіз мына жерде тұр. Менде мысалға. Тестті өткізіп болғаннан кейін сіз
есебін қайдан білетін болсаңыз, ол отчеты деген, есеп деген батырмаға бассаңыз, сізге жүргізген тестіңіздің бүкіл жауабы, балаларыңыздың жауабы шығады. Мысалға, міне, біреусін сіздерге көрсете кетейін. Міне, шашты әңгімесі бойынша жасалған тесттен, міне, көрдіңіздер ғой. Оқушылардың аты жөндері тіркелген, алған балдары, міне, бәрі осы жерде тұрады. Баланың жауап 7 сұрақтың 7-іне мысалға дұрыс жауап берген 100 балды жинап отыр. Көрдіңіздер, мынау сұрақтарға жауап бергені түгелдей тұр барлығы. Қалай жауап? Ең соңында шығармадан алған әсерін, өзінің көзқарасын, пікірін жазғанына дейін осы жерде тұрады. Бұл бір ғана тесттің сіздерге қорытындысын көрсетіп отырмын. Сондай-ақ тестті сіздер қашықтан оқыту жағдайында Classroom-ға сілтемесін жіберу арқылы да осылай үй жұмысы ретінде, я болмаса тура сабақтың үстінде өзіңіз жүргізіп отыруыңызға болады. Келесі сұрақ енді бұл тестті қалай жүргіземіз деген. Компьютерге кіріп, өзіңіздің осы аккаунтыңызға кіру арқылы QGIS-тестегі парақшаңызға кіріп, керекті тест сұрағын басасыз. Мысалға, міне, мазмұн тастары бойынша бекіту сұрақтары. Менің алдыма, міне, сабақ кезінде осы. Сонда начать живой урок, я болмаса үй жұмысы ретінде жіберіңіз дейді. Мен былай, міне, тура дәл сабақ үстінде жүргізетін бекітетін сұрақтар болғандықтан мынаған батырмаға басамын. Көрдіңіздер ғой, сонда жаңағы сізден сұрайды. Слайдты көрсетіп тұрайық па? Иә деп басасыз. Фабрика ол керек, жоқ. Таймер, егер бұл жаңағы уақыт керек, лидер, таблица лидер көрсетіп отыр, ол балаларға жаңағы керекті не мотивация беретін болғанда, оны да қосуыңызға болады. Сосын музыка, сазды да қосуға болады. Бәрін бүйтіп қосып қоясыз, мысалға. Көрдіңіздер ғой, былай. Сосын сабақ кезінде оны подарок дегенге бассаңыз, балалардың телефон құрылғыларының алдына мынандай тесттің мынандай беті шығады. Сонда сіз балалар оны или поделиться дегенді арқылы сілтемені көшіріп, оны Classroom-ға, я болмаса тағы да басқа да өздеріңіздің платформаларыңызға жіберу арқылы жүргізуге болады. Сондай-ақ сабақ үстінде жүргізілетін болғанда интерактивті белсенді тақтаның бетіне кодты шығарып қоясыз. Балалар сонда осы кодқа тіркелу арқылы тестке түсе алады. Міне. Бұл QGIS-тесттің оқушылармен жұмыс жүргізуінің бір түрі. Сондай-ақ жұмыс біткеннен кейін міндетті түрде есеп бөліміне басып, өзіңізге қажетті балалардың бағасын білу үшін осындай есеп бөліміне түсе аласыз. Сондай-ақ бұл жерде настройка бөлімі бар. Ол жерде сіздің аккаунтыңыздың аты жөні, пароліңіз бәрі көрсетіліп тұрады. Мемді өзіңіз құруыңызға болады, мысалға мынандай мемдер. Мендегі мен жасаған әлізірге уақытша жасаған мемдерінің түрі мынандай. Сондай-ақ коллекцияларыңызға да осы жерден шығуыңызға болады. Мынау менің коллекцияларым әзірге бары осы. Сіздерге QGIS-теспен жұмысым түсінікті болды деген ойдамын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін.